Қазақстанның мақсары майы Сиань мен Ухань нарығына шықты. Жамбыл облысының өндірушілері тауардың алғашқы партиясын Қытайға жіберді. Карантинге байланысты отандық компания жаңа механизм бойынша келісімшарт жасады. Нақтыласақ, аванстық төлемді сақтандыру тәсілі қолданылған. Оның пайдасы неде? Тілшімізден білейік. Пандемия кезінде Қытай нарығы алғашқылардың бірі болып, отандық өндірушілерге сенім танытты. Шу ауданында мақсары шаруашылығымен айналысатын Казир Агро компаниясы аспанасты елінің кәсіпкерлерімен келісіп, мақсары майының алғашқы партиясын экспортқа жөнелтті. Хотелось бы отметить слаженную работу коллектива «Казах». Біз Қазақ экспорт компаниясының көмегімен Қытаймен келісімшарт жасадық. Онда аванстық төлемді сақтандыру құралын пайдаландық. Бұл сатып алушыға қаржысын жоғалтпайтынына кепілдік береді. Ал бізге Сиань және Ухань қалаларындағы нарыққа шығуға жол ашады. Бұл келісім Қазақстанның сауда және интеграция министрлігінің 2019 жылы Қытаймен жүргізген келіссөздері нәтижесінде іске асқан. Былтыр Бақыт Сұлтанов Қытай Халық Республикасына ресми сапармен барып, қос елдің сауда-экономикалық байланысына қатысты бірқатар кездесулер өткізген. Производитель, чтобы выпустить какую-то готовую продукцию, өндіруші дайын өнімді шығару үшін импорттаушыдан алдын ала төлем сұрайды. Яғни бұл шикізат алып, өндірісті бастау үшін қажетті қаражат. Бірақ әдетте біздің шетелдік серіктестеріміз, әсіресе Қытай Халық Республикасы, өз тарапынан қорқады. Себебі олар үшін бұл белгілі бір дәрежеде тәуекел. Қазақстандық өндіруші міндеттемелерді орындамаған жағдайда біз сол тәуекелдерді жабуға кепілдік береміз. Қазақстандық тауарларды шетелдік нарыққа шығару әрі қарай да жалғасады. Бұл бағытта тауар өндірушілерге Бәйтерек холдингі белсенді қолдау көрсетпек. Ғазиза Мұхамеджанова, Бақытжан Бапаев, Хабар 24.